Достар, сәлем, қалайсыздар? Өткендегі видеоның жалғасы деп біліңіздер. Ең алдымен менің видеоларымды қарамаса тұрып, менің каналыма подписаться етіп, колокольчикті баса кетіңіздер. Өткенде мен сіздерге айттым, 1688 Alibaba таулау сайттарынан берген заказдарым келді деп. Білесіздер өздеріңіз қандай үлкен коробкада келгенін, және де сол коробканың біздер үстіндегі кішкентай коробкалардың барлығын аштық. Оның өзі бір жарты сағаттық видео болды. Оны сіздер көрген болатынсыздар. Енді осы видеоның жалғасы, яғни екінші бөлім, осы коробканы ашатын боламыз. Әлі бізде үшінші бөлім бар. Үшінші бөлімде тағы дәл осындай коробкамыз бар. Оны да келесі видеодан көре аласыздар. Кейін жалғастырайық, ашайық, не бар екенін біліп. Екінші кішкентай қызым қасында, ол да мен сөйлегенде жағаласып сөйлеп жатыр, көз жағын. Ал енді үстіндегі, как обычно, әдеттегідей, үстіндегі кішкентай коробкалардан бастайық. Коробканың ішінде коробка. Так. Түсіндім. Мен бұдан 2 тал алған болатынмын, себебі бұл менің тағы да қаншытайма біреу, ал біреуін сатуға қоя саламын. Осындай әдемі қыз балаға арналған әдемі жүрек пішінді ыдыс, яғни бұның ішіне жаңағыдай осындай бижутерияларын салып, өзі тігіп, өзі істеп алады. Осындай моншақтармен ішінде осындай жаңағы жібі де бар, өзінің арнайы слюда. Күшті-күшті брелоктар, күшті-күшті білезіктер жасап алады. Кішкентай қызым айтты, маған қайда деп қойды. Ары қарай жалғастырамыз. Ары қарай бізде осындай коробка. Қыздарының барлығы сатылған. Мен сіздерге айтайын, мен бұрын соңды Pinodо сайтынан бұндай затты заказ бердім, және мен өте қатты өкініп қалдым. Неге өкіндім, айтайын ба? Себебі мен неге бұрын соңды бұндай нәрсені заказ бермеген деп өкініп қалдым. Себебі бұл қыздар көптеген ақшаларыңызды, әсіресе әйел адамдардың, көптеген ақшаларыңызды экономдайды. Мысалға, сіздер бір жаққа тойға дайындалсаңыздар да тырнақ жасатасыздар ғой, гель покрытие. Гель покрытие қазірде бізде 3000, ең жаңағы сапасы нашар дегені, ең күшті дегені 7-8 мың, сапалы қылдырып жасау. Ол әлде бір ай тұра ма, тұрмай ма, оны да сіздер білмейсіздер, ешқандай гарантия жоқ. Сіздер қайта-қайта, мысалы, кішкентай балаларыңыз болса, оны беті, оны жуасыздар, оны жуындырасыздар, болмаса келін болсаңыз қайта-қайта қолыңызды суға малып, ыдыс жуа бересіз, сол кезде түсіп қалады. Гель покрытие өзінің ақшасын ақтамайды. Ал мынау қыздар, мен сіздерге айтайын, мен мынандай бір коробка көріп тұрсыздар, қандай үлкен коробкамен заказ бергенімді, бірақ товар саны шектеулі болады. Қараңыздар, әр түрлі дизайнда, мына жерде енді көбелек, басқа бір дизайн. Давайте френч көрсетейін. Мысалға, мен өзім тойға баратын болсам, қазір педикюрді да и маникюрді да осылай жасап аламын. Гель покрытие. Бұның өзінің арнайы клейі, өзінің арнайы кептіретін LED лампасы бар. Бұл қыздар өте арзан бағада тұрады. Қазақстанда мен көрген жерлерде 5 мың тұрған, және клей, жаңағы клейн қайтадан осы тырнақты алып орнына салып қоясыздар, осылай келесі тойға бару үшін, келесі жиынға бару үшін, сол кезде арнайы бөлек клейн, бөлек жаңағы снятие лагын бөлек сатып жатыр, ол 5 мың теңге. Сонда сіз Қазақстаннан 10 мың теңге тауып тұрсыз. Ал менде Каспида арзан бағада болады, сондықтан алып үлгеріңіздер. Егер аламын десеңіздер, астына комментарийға мен обязательно номерімді қалдырамын, описанияға қараңыздар, жазыңыздар, алыңыздар. Бұл қыздар өте керемет осындай зат. Мен келесіде сіздерге тырнағыма жапсырып, бұл мысалы сіздерге айтайын, гель покрытияны өте қатты ауыстырады. Өте қатты қуанасыздар бұны алғандарыңызға. Бұны бір-ақ рет емес, 1 жыл қолданасыздар. Егер 1 жылға дейін сіздер 5-6 рет қана қолданып қойсаңыздар, келер жылда тағы қолдана аласыздар. Клейн алып алсаңыздар болды. Және де
бұныған мен бөлек обзор түсіретін боламын. Гель покрытие тырнақтар қазақша контент обзоры, соны қараңыздар. Бұл енді әйел затына таптырмас зат. Мен неге тек қана гель покрытие заказ бердім, яғни қолыма ғана заказ бердім, себебі аяғыма пендодығын заказ беріп қойған. Педикюр өте керемет. Жаңағы әрқайсының ішінде бұның итеретін кутикулы бар. Тырнақты жапсыратын өзінің клейі болады әрқайсының ішінде. Және де снятияға да кішкентай флаконда суы болады. Снятияның өзінің бөлек суы бар. Соның барлығы осының ішінде бар. Сондықтан ешқандай жаңағыда қиналмай, уайымдамай ала берсеңіздер болады. Осы. Дальше. Я могу тут бұның барлығы достар сатуға. Мен ешқайсыны сөйлей алмаймын, тағы да айтамын. Жаңа жыл келе жатыр, жаңа жыл. Бұл да достар сатуға. Бір коробка бадок. Таңғалдық қашастыр, е? Мен сіздерге ең әдемісін алып. Негізі. Давайте розовый цвет ашып көре берейік, бірақ үстінде мынандай көк цвет екен. Онда көк түсін салып көрейік мүмкіншілігінше. Вот, дай мен сіздерге қараңыздар. Бір коробка бадок, бұның барлығы сатуға. Мен қыздар білесіздер, жылтыр дегенді өте қатты жақсы көрем. Сол себепті де. Қазір мен тағы алайын басыма. Вау! Күшті қыздар, өте қатты әдемі, жылтырағанды кім жақсы көрмейді, әсіресе қыз балдары. Осында бір коробка бадок, бұның барлығы сатуға. Алам десеңіздер, жазыңыздар, сіздерді күтем. Келесі коробка бізде. Бұл қыздар не десеңіздер, бұл менің бижутерияларымды, жаңа сатуға алған бижутерияларымды қойып түсіретін. Болмаса, тиктокқа кірем ғой, стримға сатуға. Сол кезде подставка, бижутерия подставка. Мынандай подставка қара, мына жерге сырғаларды іліп қоям, былайынан мойынға тағатындарды іліп қоям. Өте күшті сатуға арналған, бижутерияларға арналған подставка. Енді достар пакеттері қалды. Және мынандай қазір сіздерге көрсетсем мына не екен. Уже түрінен де көрініп тұрған шығар не екені. Қыздар, бұны не десеңіздер, бұл әрине менің біреуін ашып көрсете қояйын, не? Шашту керек екен, скотчтан. Шашту керек екен, алынбайды екен. Бұл осы бижутерияларды сатуға арналған, салуға арналған коробкалар, е? Мынандай төрт бұрышты, мінекей, розовый коробкалар. Көріп тұрсыздар, мына жерде 12 тал коробка. Бижутерияларды, қай алғашқы бижутерияларды алады, соларды әдемі коробкаға салып берем. Сонда сыйлыққа берейінге сіздер ешқандай да ұялмай сыйлыққа бере аласыздар. Көзайым? Ай, көзайым. Мынамен ойнашы. Біреу, екеу және бір коробка қалды. Так, шаластырамыз, қыздар. Бұл қыздар сатуға арналған, есік алдына, болмаса сіздер жатын бөлмеге, мына қараңыздар, қандай күшті. Микрофибра дейді, бұндай да қателеспесе микрофибра ковриктер. Осындай әртүрлі размерде, үлкені де бар, кішісі де бар. Төрт түріне бердім. Бұның барлығы сатуға салып қоямын. Егер керек болса, осындай жұмсақ, әдемі, жеңіл, күшті, өз бағасына тұратын, арзан бағада сіздерге беретін боламын. Маған міндетті түрде WhatsApp-қа жазыңыздар.
жай ашып жатырған себебім мына ішінде киімдер де бар. Мен білесіздер, үйге арналған киімдерді өте қатты ашып жүремін, және сондай заттарды заказ берген болатынмын. Соған асықпай, аптықпай жайлап ашып жатырмын. А вдруг құдай сақтасын, жыртылып бірдеңе болып қалса. Өте жақсы орапты. Вау, қыздар, бұл не десеңіздер, бұл 5 в 1. Түнге ұйқыға киетін ұйқы киім. Сіздер қалай айтасыздар? Пижама дейсіздер ме, ночнушка дейсіздер ме? Сондай нәрсе. Бұл жерде аз ғана штук бердім, 5 тал беріппін. Міне көріп тұрғандарыңыздай, әр түрлі түстерінен алам десеңіздер, міндетті түрде жазсыңыздар. Өте жақсы, арзан бағада беретін боламын. Өте керемет қыздарға, яғни тұрмысқа шыққан қыздарға деп айтайыншы, тұрмысқа шыққан қыздарға әдемі ұйқы киімдер. Алғашқы кезде ешқандай жаңағы үйге қымсынбай киіп жүретін халатымен, трикосымен, шортигі бар, майкасы бар, лямка көйлегі бар, күшті. Әдемі осындай ұйқы киімдер. Так, мынаның артында кішкентай коробкалар бар екен, мен көрмей қалыппын. Келесі видеода шашымды жинап кірмесем, өте қатты ыстық. Вау! Бұл не десеңіздер, бұл осындай керемет стакан. Сынып қалмау үшін өте жақсы орапты. Қараңыздар. Сатылған. Күшті. Керемет. Мен ойлаңыздаршы, рахаттана, как будто бар ғой. Мынау ішіндегі жапырағы шығып тұрған сияқты екен. Ұстап көріп отыр. Бұнымен естіп сіздер кофе ішіп отырасыздар. Күшті екен. Мына аяқтар шықты. Ой, бісміллә. Қараңыздар. Мына осындай аяқтары золотисты цветінен біреу бердім. Ақ түсті. Мынандай сіздің ұйқы бөлмеңізге арналған, иә. Болмаса маникюрмен айналысатын қыздар болады, макияжбен айналысатын қыздар. Соларға мінекей осындай, қараңыздар, қалай орап жүрген білінбесін деп. Осындай әдемі орындық. Сіздерге бұны құрастырып көрсететін боламын. Бұған да арнайы видео түсіремін. Өте жұмсақ, өте әппақ, золотисты түсінен осындай бонттармен барлығымен жүреді. Күшті осындай сіздің макияж столыңыз, макияж орындықтарыңыз. Яғни бояндырасыз біреуді, или тырнағын жасайсыз біреудің, или болмаса өзіңізге ұйқы бөлмеңізге, спальныйыңызға алсаңыз, боянатын айнаңыздың алды бар ғой, соның алдына қойып қойсаңыз, таптырмас дүние. Келесі коробка сонымен бітті, пустой міне бос қалды. Келесі видеоны күтіңіздер. Келесі тағы үлкен коробка, Қытайдан келген товарлар. Сау саламатта болыңыздар.